жаным, есіме салғаның жақсы болды, мұғалім маған да ескертіп қойған. Екеуміз бірге орындаймыз қазір. Қызым, екеуміз қазір қобыздың киімін тігетін боламыз. Қобыз деген не? Қобыз дегеніміз қазақтың ең көне, ескі ұлттық аспабы болып есептеледі. Оның бейнесі осындай болады. Қобыз дегеніміз бұл қазақтың ұлттық аспаптарының бірі, оны Қорқат атамыз шығарған кезінде. Қобыздың киімін тігу үшін бізге фетр мата пайдаланамыз. Және де өрнектер, қайшы, карандаш, сызғыш және де қазақи оюлар мен үкі пайдаланатын боламыз. Екеуміз бірге жасаймыз. Қызым, осымен қобыздың киімі дайын. Нашым өте күшті екен. Апайым енді қуанады екен. Рахмет.